жашаган элди мекенде жана иш ашылтата من الصواعق حذر الموت والله محيط بك أبصارهم كلما أضاء عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير إن كنتم صادقين فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت Екі күннен кейін есігімізден енетін қасиетті Рамазан айының қарсаңында халықтың қайырына, елдің игілігіне пайдалануға беріліп отырған құлшылық орны құрылысының ораза айына дейін ойлағанымыз